Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай қысқа шұлық түрін үйренетін боламыз. Мастер-класты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені менің каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар, бір керегіңізге жарап қалуы мүмкін. Ал ендеше тоқуды бастаймыз. Қысқа шұлық тоқу үшін мен осындай жіпті алдым. Бұл менде пехорка, акрил деген жібі, 100 грамда 300 метр. Және жүгім номер 3. Бұл модельге 300-350 грамм, 400 граммдық жіптер әдемі кетеді. Алдындағы өрнегі әдемі болып көрінеді. Бастаймыз. Ол үшін міне жібімізді аламыз да осылай 2 саусаққа ораймыз. Қысқа жіп үстінде болады, ұзын жібіміз, жұмыс жібіміз астында. Қысқа жіптің астынан өткіземіз, жіпті тартып шығарамыз. Айналдырамыз да мына жібімізді іліп тартамыз. Міне бізде осындай сақина пайда болды. Осының ішіне тоқимыз. 2 ауа ілмегі, 1, 2. Міне бізде осындай баған пайда болды, столбик, яғни бұл бізде бір столбик болып саналады. Енді ортаға тағы да 11 столбик тоқуымыз керек. Ол үшін жіпті іліп аламыз крючокқа, сақинадан өткіземіз, жіпті тартып шығарамыз. Мына біздің крючоктағы 2 ілмекті қосамыз. Міне, енді келесісін тағы да 2 ілмекті қосамыз. Міне осылай бізде столбик пайда болды. Тағы да осылайша ортаға тоқып шығамыз. Барлығы бізде ортада 12 столбик болуы керек. Міне бізде 12 столбик болды. Біріншісі 3 ауа ілмегі және де 11 столбик тоқыдым. Барлығы 12 столбик болып саналады. Енді мына біздің қысқа жібімізді тартамыз. Міне осылай. Ілмекті мына біздің 3 ауа ілмегінің жоғарғысына бекітеміз. Міне осылай. Бұл біздің бірінші қатарымыз, енді екінші қатарымыз. 1, 2, 3. Барлық қатарда осы 3 ауа ілмегі бізде 1 столбик болып саналады. Жіпті іліп аламыз. Енді осы жерге тағы да 1 столбик тоқимыз. Міне, жіпті іліп аламыз. Келесі столбикке тағы да 2 рет накидті столбик тоқимыз. 1, 2, міне. Енді тағы 1 рет осы жерге. Міне осындай әдіспен мына біздің 12 столбиктің әрқайсысының ілмегіне 2 столбиктен тоқып шығамыз. Міне біздің екінші қатарда бізде 24 столбик болды. Яғни біздің әр ілмектің басына 2 столбиктен тоқып шықтық. Қатардың басымен біріктіреміз. Енді тағы 3 ауа ілмегі, 1, 2, 3. Енді келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Жіпті ілеміз, осы жерге тағы накидті столбик. Келесіне 1 столбик. Одан кейгісіне 2 рет накидті столбик тоқимыз. Осылай 1, 2, 1, 2 деп кезектестіріп тоқып қатарды аяқтаймыз. Үшінші қатарда бізде 36 столбик болуы керек. Міне, үшінші қатарымызды аяқтадық. Бізде осындай дөңгелек пайда болады. Енді төртінші қатарымыз. Бір, 2, 3. Келесі столбикке 1 рет накидті столбик тоқимыз. Келесі столбигімізге 2 рет накидті столбик тоқимыз. Біріншісі осы жерге тағы біреуі. Келесіне 1 столбик. Келесіне 1 столбик. Одан кейінгісіне 2 рет накидті столбик тоқимыз.
осылай 4-ші қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Мен 4-ші қатарда тоқып болдым. Менде 4-ші қатарда 48 ілмек болды. Мен 37-38 өлшемге тоқып жатқандықтан маған осы көлем жеткілікті. Сондықтан тағы бір қатар мен ешқандай өзгертусіз тоқып шықтым. Енді біз негізгі өрнегімізді тоқимыз. Ол үшін 1, 2, 3 ауа ілмегі келесі столбикке бір рет накидті столбик тоқимыз. Енді 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. Мына жерде бізде 1, 2, 3-үшеуін қалдырып кетеміз. 4-шісіне жай столбик тоқимыз. Тағы да 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. 1, 2, 3 қалдырып кетеміз. 3 столбик. 4-ші столбикке накидті столбик тоқимыз. Міне. Енді осы жерге тағы да 5 рет накидті столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Сонда бізде барлығы 6 столбик болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді тағы да 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. 1, 2, 3-еуін қалдырып кетеміз. 4-шісіне жай столбик тоқимыз. Тағы да 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. 1, 2, 3-еуін қалдырып кетеміз. 4-шісіне тағы да веер тоқимыз. Яғни 6 рет накидті столбик 1, 2, 3, 4, 5 және 6-шысы. 6 столбик тоқыдық. Енді тағы 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. Мына жерде 1, 2, 3 қалдырып кетеміз. 4-шісіне жай ғана столбик тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3. Мына жерде 3 ілмек 1, 2, 3 ілмек қалдырып кетеміз де 4-шісіне тоқимыз. Осылай айналдыра столбиктер тоқып шығамыз. Одан кейін келесі қатарды тоқитын боламыз. Міне келесі қатарымызға келдік. Мына жерде 2 столбикті тоқыдым. Енді 5 ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 ауа ілмегі. Мына жерді қалдырып кетеміз. Мына біздің 6 столбиктің 2-шісіне жай ғана столбик тоқимыз. Міне. Енді 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. Бірінші, екіншіні қалдырып кетеміз. 3-шісіне жай ғана столбик тоқимыз. Яғни мына біздің 6 столбиктің 2 шеткісі бос тұру керек. Тағы да 5 ауа ілмегі 1, 2, 3, 4, 5-ші. Тағы да біріншіні қалдырып кетеміз. 2-ші столбикке жай столбик тоқимыз. 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. 2-ін қалдырамыз. 3-шісіне тоқимыз. Тағы 5 ауа ілмегі 1, 2, 3, 4, 5. Енді столбиктерді тоқимыз. Міне осындай болды бізде. Мына жерде бізде бос ұяшықтар болады. Әрі қарай қатарды аяқтаймыз. Міне біздің өрнекті 3-ші қатарымызға келдік. 2 столбикті жиегіндегі тоқып қойдым. Енді 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. Енді мынау ортаға біздің мынау бос жерге өткіземізді. Жай ғана столбик тоқимыз. Міне. Енді 3 ауа ілмегі тағы 1, 2, 3. Мынау біздің жаңағы ұяшыққа мына жердегі осы жерге 6 рет накидті столбик тоқимыз. 1, 2,
3 4 5 6. Енді тағы да 3 ауа ілмегі 1 2 3. Мына жерге біздің бос жерге жай ғана столбик тоқимыз. Тағы 3 ауа ілмегі 1 2 3. Мына бос жерге 6 рет накидті столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5 6. 3 ауа ілмегі 1 2 3. Мына біздің бос жерге бекітеміз. 3 ауа ілмегі әрі қарай табанын тоқимыз. Міне бізде осындай болып келе жатыр. Мына осы біздің мына қатар мен мына қатарды кезектестіріп өзімізге қажетті биіктікке дейін тоқимыз. Міне осындай болды. 1 2 3 4 4 5. Міне мен 5 қатар веер тоқыдым. 1 2 3 4 5. Яғни бұл бізде 10 қатар, негізі бірақ веердің қатары 5 болады. Жібімді қидым. Енді табан бөлігін тоқитын боламыз. Біздің 6 накидті столбиктің екіншісінен өткіземіз. Шеткі екіншісінен жіпті шығарамыз. 3 ауа ілмегі 1 2 3. Келесісіне жанындағы тағы бір рет накидті столбик тоқимыз. Енді 5 ауа ілмегі 1 2 3 4 5. Жіпті ілеміз. Енді мынау табан бөлігіндегі столбиктерді, ілмектерді тоқимыз. Мына табан бөлігін толығымен тоқимыз. Мына бетінде де мына шеткі екінші ілмекке дейін тоқимыз. Екінші бүйіріне келдім. 5 ауа ілмегін тоқыдым. Енді мынау 6 накидті столбиктің шеткі екеуін тоқимыз. Біріншісі, екіншісі. Кері қарай айналдырамыз. 3 ауа ілмегі 1 2 3. Мына жерге бір накидті столбик. 3 ауа ілмегі 1 2 3. 5 ауа ілмегіне бекітеміз. Міне әрі қарай 3 ауа ілмегі 1 2 3. Енді табан жағын тоқимыз. Айналдыра тоқып, мына жерде де қайталаймыз. Яғни біздің негізгі өрнектің мына бөлігін қайталап тоқимыз. Осы екі қатарды өкшесіне 2-3 сантиметр қалғанша тоқимыз. Мен барлығы 11 қатар тоқимын. Міне менде табан бөлігі дайын болды. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 қатар табан бөлігіне тоқыдым. Және 3 сантиметр қалған кезінде өкшесінің формасын келтірдім. Өкшесінің формасын келтіру жайында мастер-класс менің каналымда видеосы бар. Сілтемесін қалдыратын боламын. Сол бойынша тоқып алсаңыздар болады. Өкшесі былай 4 бұрышты емес, дөңгелек формада тұрады. Енді осыны тігеміз, қосамыз, яғни осылай теріс жағын аламыз да. Осылай беттестіріп ілмектерін симметриялы етіп осылай қосамыз. Екінші мен екінші. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Не осындай болды. Енді мына жиегін тегістейтін боламыз. Мен жай ғана накидті столбиктермен тоқимын. Сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен біздің столбиктің қапталынан аламыз. Бір қапталынан. Бір столбиктің қапталынан аламыз. Бір, екі, үш
шоң ілмегі. Және осы жерге тағы да бір рет накидті столбик тоқимыз. Келесі столбик мынау біздің. Соған да 2 рет накидті столбик тоқимыз. Осылай мына әрқайсының үйірінен 2 столбиктен тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Міне шұлықтың алдыңғы бөлігіне келдік. Мынау біздің 6 столбиктің 2-уін тоқыдық қой, соның екіншісіне келдік. Екіншісін тоқып жатырмыз. Осылай жартылай тоқимыз. Сосын мынау мынаның түбінен шыққан осыны аламыз. Көрініп тұр ғой, одан кейін мына жанындағы 6 столбиктің 3-шісін аламыз. Неке осылай болды бізде. Енді осыларды қосамыз. Міне осындай болды. Енді әрі қарай бір столбиктен тоқимыз. Алдындағы ұяшықтарға келдік. Бұл жерге 2 рет накидті столбик. Мынау бекіткен жай столбикке бір столбик тоқимыз. Әрі қарай осы мына бөлігіне симметриялы етіп тоқимыз. Міне бізде осындай шұлық дайын болды. Өте әдемі, киген кезде әдемі тұрады аяққа. Мастер-класс ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.